Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыс жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз сиздерге Азамат базарындагы аралашуулардын бааларын көрсөтмөкчүбүз. Бул биздин биринчи унаа, кара түстөгү Honda Civic сол рулдуу. 2001 жылы чыгарылган, 228 000 км жүргөн, коробкасы автомат, 1 жет объем, $3700 сурап жатат экен. Акыркы баасы канча бекен? 3. Россиядан жаңы келип тур, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшылык эске алыңыздар. $3300 берет экен Honda Civic. Бул жакта Opel Zafira 2002 жылы чыгарылган 1.6 объем, $2800. Opel Zafira'nı izleyenler olsa görüp alыңыздар. Biz hazır içki salonundan көрсөтүп коебуз. Панелдери таза, отуруштары дагы таза экен. Достор, бул жерде Audi A6 үлгүсүндөгү унаа турат. 94 жылы чыгарылган 2 объемдогу газ менен дагы жүрөт экен. Коробкасы механика, 250 000 сом. Акыркы баасы 220 000 сомго берет экен. Көрүңүздөр. Россиядан келген ошо. Бул дагы номери жаңы российский номерде турат. Көрүңүздөр. Кызыккандар болсо номерини жакшылап жазып алыңыздар. Биз силерге кийинки унааларды көрсөтүүнү умтабыз. Volkswagen Golf 3 94 жылы чыгарылган 1.6 объем, 120 000 сом. Механика 0706 89 02 89 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Урматтуу достор, бул жерде Merz 124 кузовундагы турат. 363 000 км жүргөн, 90 жылы чыгарылган 2.3 объемдогу, баасы 165 000 сом сурап жатат экен. 0706 89 02 89 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Ал эми бунун жанында болсо дагы бир Merz турат. 4.3 объем, 98 жылы чыгарылган, $5500. Сколько окончательно? 5 болот экен акыркы баасы. 4.3 объемдогу Merz 98 жылы чыгарылган. Бул жерде Golf 4 турат. Баасы $2950 экен, срочно сатылып жатат. Арты жактарын көрүп алыңыздар. Golf 4. Бул жерде 96 жылы чыгарылган 2 объемдогу Audi 100 старушка турат. Состояниясы отличный экен. Коробкасы өзүңүздөр билесиздер, механика. Титандары жакшы дискаларда турат. $140 000 сом сурап жатат экен. Бул жерде Merz универсал турат. 2000 жылы чыгарылган 2 жет объем. Бардык толук маалыматты мен сиздерге азыр көрсөтөм, жазып алсаңыздар болот. Баасы $6500 сурап жатат экен. Универсалды седандарга караганда универсал үлгүсүндөгү унаалар жакшы болот. Аркасы кеңири. Ушунун жанында эле дагы кара түстүү турат. Бул унааны дагы хозяин берип өшөт. Ушуга кызыксаңыздар, бул жерде көрсөткөн номерге чалып, бул унааны көрсөңүздөр болот. Биз сиздерге кийинки унааны көрсөтөбүз.
Бұл жерде Toyota Avensis 2001 жылы шығарылған 1.6 объемдағы 280 000 км жүрген, басы $3.900. 0505 68 01 01 деген номерлерге байланысып шығып көрсеңіздер болады. Артынан көріністері жақсы екен. Егерде ушул Toyota Avensis үлгісіндегі унаны іздегендер болса, ушул унаны көріңіздерді ұсыныш қылат елем. Шынында таза екен машина. Mazda 626 2000 жылы шығарылған 2 объем механика, басы $3.100. $3.100 сұрап жатқан. 626 үлгісіндегі Mazdaға қызыққандар болса көріңіздер. Ақырғы басы қанша екен бұның? Не понял. Я. Че? Ақырғы басы қанша? Не понял. Сколько окончательно? 2900. 2900. 2.9. Екі тоғызға береді екен. Көріңіздер, біз кеңки унаны көрсетеміз. Бұл жерде Golf 3 тұрады. 92 жылы шығарылған 1.8 объемда. Басы 100 000 сом екен. Сіздерге арты жақтарына көрсетіп қояйын. Golf 3-ті іздегендер болса көріңіздер. Бұл жақта дағы бір Merz S220 тұрады. 95 жылы шығарылған. Пробег 300 000 км. Ровно жүріп тұр. Коробкасы механика. 2 объем. Газменен дағы жүреді екен. Басы $3.500. Бұйқа ақырғы басы қанша оның? 3. 3000 барға береді екен. Шыннан унаны іздегендер болса көріңіздер. Шыннан состояниясы таза. Сешка іздеп жүргендер болса көріңіздер. $3000 береді екен. Айламен достар, бұл жерде Audi A6 2000 жылы шығарылған 2.7 объемдағы унан тұрады. Басы дағы $2700 екен. A6 дағы базарда тұрғандар болса тартып көрсетіп беріңіз дегендер көп болды әлі. Мына азыр базарға шығып тұр. Азыр ақырғы басын сұрап көреміз, қанша береді. Сілерді көріп? Қанша кәмейді ақырғы басы? Реальный клиент болса қанша бересіз? 2-3 қылып бересіз. Жасаушы жерлері бар ма? Қанша жерлерін жасаушы керек? Майын алмаштырыш керек, свечасын алмаш керек, 2 свечады ғой, 2 свечаны. Свечалар алмаштырыш керек, майын алмаштырыш керек. Қолған жағынан жасаушы жерлер жоқ. Biraz тесіліп қатып Көрсетілді, ja? Шында вложение қанша кетеді примерно? Вложение білбеймін, мотордың майы қанша 3000 сом болса. Пробег қанша екен, пробег? 299, почти 300 000 екен, да? 300 000 км жүріп. Коробкасы жақсылай істейм? Башқасы жақсылай, мотор майын алмаш керек, нелер алмаш керек, свечаларын алмаштыр. Ұрматы достар, көріңіздер, мұна ішкі салондардағы отырғыштар жақсы екен. Панелдерінде көріңіздер. Audi A6 іздеп жүргендер болса, номерін жақсылап жазылыңыздар. 0702 0844 38 деген номерде тұрады. Достар, бұл жерде дағы бір Audi переходка үлгісіндегі унан тұрады. Audi 100 2.3 объем механика 9-10 расход қылады деп жазып тұр. Қазан дискада тұрады, көріп тұрасыздар. Басы 130 000 сом. 0703 11 11 36 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады ушул унаны. Азыр сіздерге ақырғы басын көрсетуменен бұл видеоны жиынтықтаймыз. Біз менен бірге болып алыстау айтып тұрыңыздар. Соңғы басы қанша екен мұның? 130. Реальный келіп болса қанша бересіздер? 115, 115-ке беріп салсыздар. Жасаушы жерлері бар ма?
жасалчу рейкасы бар. Башка жерлерде коробка мотор жакшы, ходовой жакшы. 115 миң сомго берип салат экен. Урматтуу достор, бизден алыспай туруңуздар. Биз сиздерге кайрадан эле базардын ичиндеги унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Сиздерден бир гана өтүнүч, видеобузду аягына чейин көрүп, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Биз сиздерге кайрадан эле көрсөтүүнү уланта беребиз. Көрүшкөнчө.